амалсыз кеттік. Байқап тұрмын, үйленген жігіттер өте тәртіпті екен. Серпіндіктер бар ма араларында? Біз кімге беріп жатырмыз? Мұрат Абдулламитұлы, біз Фейсбукқа тікелей эфирге шықтық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін Серпін бағдарламасының түйткілді мәселелерін талдау және солардың шешімін іздеу бойынша тікелей эфирге жастардың жанашыры Серпін бағдарламасының бастаушысы, Серпін ұлттық білім және инновация палатасының төрағасы Абенов Мұрат Абдулламитұлымен тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз болса, бізге тікелей эфирде жолдап, өз сұрақтарыңызды, көкейлеріңізде жүрген сауалдарыңызды жолдауларыңызға болады. Елбасы Назарбаевтың мәңгілік ел идеясының шеңберінде 2014 жылдан бері Серпін 2050 мәңгілік ел жастары индустрияға әлеуметтік жобасы басталып келеді. Жобаның басты мақсаты еңбек ресурстарының мол артықшылығы бар оңтүстік өңірлерден еңбек ресурстары аз солтүстік өңірлерге, батыс және шығыс Қазақстан облыстарына оқушыларды алып келіп, білім беру және одан әрі қарай соларды жұмысқа орналастыру мақсатында жұмыс жасау. Жоба бойынша білім гранттарына ие болған студенттерге жатақхана және оқу орнын бітіргеннен кейін жұмысқа орналастыру қарастырылуда. Олай болса, Серпін бағдарламасы бойынша бүгінгі таңда 22 мыңнан астам студенттер білім алуда. Мұрат Абдулламитұлы, жалпы көрермендер шамалы Фейсбукке қосылуға уақытым кетіп жатыр, сол себептен қазір бастаймыз. Басталып болды. Біз тікелей эфирдеміз, біздің даусымыз естіліп тұрса, бізге белгі ретінде жіберіп отырсаңыздар, немесе жазып жіберсеңіздер. Фейсбукта тікелей эфирге шықтық қой? Иә, Фейсбукта тікелей эфирде отырмыз. Мұрат Абдулламитұлы, бірінші сұрағым, жалпы Серпін дегеніміз ол не? Ол қандай мүмкіндіктер береді? Енді Серпінді көп жастар біледі ғой, дегенмен де қайталап айтайын, Серпін бағдарламасы ол әлеуметтік жоба. Бұл жобаны 5 жыл бұрын бастадық. Ең басты мақсаты, оңтүстікте 5 өңір бар. Алматы облысы, Жамбыл облысы, оңтүстік Қазақстан, қазір енді Түркістан бөлінді ғой. Қызылорда облысы, Маңғыстау. Осы облыстарда жұмыссыз жүрген жастар бар көп, сосын оқуды бітіретін, мектеп бітіретін жастар өте көп. Ал енді осы жастарға сапалы білім алуға мүмкіншілік беру үшін және кейін жұмыс тауып беру үшін біз Серпін бағдарламасын ұсындық. 14 жылы мемлекет тарапынан қолдау тапты және көптеген шаралар атқарылды. Енді жаңа өзіңіз дұрыс айтып кеттіңіз, 22 мыңнан астам балалар оқуға түсті. Оның ішінде 18 мыңнан астамы жоғары білім, ал қалғаны жаңағы колледж. Енді осы уақытқа дейін біраз балалар бітіріп те үлгерді. Әсіресе өткен жылы университет бірінші рет бітірген балалар болды. Енді басты мақсат әрине сапалы білім, бірақ ары қарай сол білімге қатысты жұмыс табу болып табылады. Енді қазір өзіміз білеміз ғой, дипломы бар, бірақ жұмысы жоқ жастар көп. Біз енді соны қайталамас үшін бізде бірнеше өңірлер бар, ол жерде мамандар жетіспейді, кадрлар. Адамдар, жастар оқуды бітіреді, көшіп кетеді, ал елдегі мекемелерде жұмыс істейтін адам аз. Екінші мақсат сол жердегі жұмыс орындарға мамандармен қамтамасыз ету болып табылады. Осы жобаның екі жаққа сондай пайдасы бар. Біз бұған дейін сізбен кездесіп, бейнеролик даярлаған болатын тұғынбыз Серпін бағдарламасы жөнінде. Біз ол кезде де негізгі Серпін бағдарламасының логотипі есебінде жүрген, мұны адамның алақанын белгісін айтқан болатын тұғынбыз. Қазір осы таңда оны тағы да бір еске салып, бұл қандай мағына беретіндігін айтып өтсеңіз? Енді қолды ашып ұстауымыз бірінші біз енді 5 негізгі құндылықты айтамыз. Бірінші кезеңде
әр азамат өзіне қатысты, өзіне тиесілі бір ерекше таланты бар әр азаматтың. Сол талантын бір ерекше қасиетін анықтау болып табылады. Екінші мәселе, бұл өзі ғана бұны жасаған аздау, қасына үлкен команда жинау керек. Өз сияқты белсенді, талантты азаматтармен бірігіп жасаса, әрине ол әлде қайда тиімді болады. Үшінші, осы барлығы бірігіп көпшілікке қызмет жасау. Және ол жасаған қызметі азаматтардың барлығы толық соған бір қанағаттану керек. Керемет сондай шаруа болады. Төртінші, әрине, ондай бір шынайы көңілмен, шынайы шын жүректен солай қызмет жасасақ, мемлекет те, қоғам да, азаматтар да сол қызметін қайтарады. Соны бір айлық береді, жұмыс тауып береді. Енді бесіншісі, өзгерістерге дайын болу. Мынау қай кезде болса да алдымыздағы қиыншылықтар туындауы мүмкін, бірақ сол өзгерістерге дайын болу дегеніміз әр кезде өзгеріп тұру. Қазірде серпін бағдарламасы бойынша сұрақтарымыз көп, біз байқап тұрмыз. Жалпы бұл тікелей эфирге де шыққанымыздың бірде-бір мақсатымыз жастарда қазір бар сұрақтарына жауап беру. Шынымен де өткен жылы балдарымыз оқу бітірді, биыл одан да көп бала бітіреді. 5000-нан астам, егер колледжбен қосып санағанда, 5000-нан астам биыл өте көп жастар бітірейін деп тұр. Енді сол бітіретін жастарда әсіресе сұрақтар өте көп. Біз соған жауап беруге дайынбыз. Тағы да ескерте өтейік, біз тікелей эфирдеміз. Сауалдарыңыз немесе тілектеріңіз болса, бізге тікелей эфирде жолдасаңыздар болады. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, жастардың белсенділігі жайлы. Біз білеміз, серпіндіктер өте белсенді студенттер. Олар осы серпіндіктердің ішінде жетістікке жеткен, оқуын тамамдаған бір-екі азаматты үлгі ретінде айта өтсеңіз. Ондай азаматтар бар, енді барлығын бөлек атамай қояйын, енді белсенді жастарымыз да бар. Оның ішінде өзіміз біраздан бері бізбен араласып жүрген Жаслан деген жігіт бар, олар колледжде бітірді. Мынау Айдос деген баламыз бар, ол қазір заводта жұмыс істеп жатыр. Жалпы жақындарда Айдос ол Алматыдағы вентилятор заводында жұмыс істейді. Жақында Қостанайға бардым, көрдім. Біздің жастар оқуын бітіріп, сол жерде мектепте жұмыс істеп жүр. Сондай сияқты қазір республиканың қай түкпіріне барсаң да біздің серпіндіктер оқуды бітіріп жұмыс істеп жүрген байқайсың. Маған ұнайтыны серпіндіктердің бір қасиеті, қиыншылықтардан көп қорықпайды, кез келген жерге былай сіңісіп, араласып кетуге дайын. Мысалы, мен ойымша бұл жақсы қасиеттердің бірі. Серпін бағдарламасына қайта оралсақ, және сол мәселе бойынша, білім алып жатқан жастарымызға негізінен мемлекет тарапынан қандай жағдайлар жасалуда? Енді мемлекет тарапынан, шын айтқанда, біздің күткенімізден жасалған шаралар аздау болып қалды. Енді бастан бастап, біз серпін бастаған кезде мемлекет тарапынан осы көбірек көмектесеміз деген бір ойлар айтылды, бірақ өкінішке орай билік тарапынан барлық шаралар атқарды деп айта алмаймын. Дегенмен де тегін грант берілді, жатақханалар берілді, бірақ бастап кезде кейбір оқу орындар уәдесінде тұрмады. Қазір кейбір оқу орындар дұрыс соны атқарып жатқан жоқ. Мысалы, колледжде оқитындарға жаңағы киім беріледі деген жоспарымыз болды. Беріліп те жатыр. Әрине оған толық көңіліңіз толады деп айта алмаймыз. Ақшасы да көп емес. Сосын енді бұны жаңағы саудаға шығарған жерлерінде кем кезде сапасы киімдер алады. Сонымен қатар колледжде оқып, жағдайы төмен болған жастарға 3 мезгіл тегін тамақ берілу керек. Енді жол ақысы, былай қарасам, енді шәкіртақы жақсы оқығандарға. Былай қарағанда айырмашылық көп емес. Дегенмен де арнайы гранттар. Арнайы грант дегеніміз жаңағы осы серпіндіктерді біз үгіттеп, көрсетіп, өңірлер, қай өңірлерде жаңағы көбінесе солтүстік жақта орналасқан өңірлерде оқу орындарынан
гранттар ұсынылды. Ол мына жақтан алсақ, мынау Атыраудан бастап Ақтөбе, Орал, Қостанай, Солтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды, Ақмола облысы, Павлодар, Шығыс Қазақстан облысы, осы облыстар, басында Астана болды. Енді басынан бастап мынау жергілікті әкімшіліктерде көп әлеуметтік көмек көрсетеміз деген уәделерін айтты, бірақ өкінішке орай ол да толығымен орындалды деп айта алмаймыз. Бұл қазір 5 жыл болды. Барды бар, жоқты жоқ деп айтуымыз керек, әрине. Иә, барлығы сізді жобаның инициаторы ретінде біледі, сондықтан көп сұрақтар сізге тікелей қойылады деп ойлаймын. Міне, қазіргі таңда мамандық таңдау ол өте қиын нәрсе. Көп жастар біздің тегін гранттарға ұмтылады да, ұсынылып отырған мамандыққа қарамай, сол мамандыққа оқуға тапсырады. Қазіргі таңда серпін бағдарламасы бойынша жоғарғы оқу орындарының ұсынып отырған мамандықтары қаншалықты бәсекеге қабілетті деп ойлайсыз? Енді әрине, мынау грант ұсынылған кезде біздің ең бірінші талабымыз жергілікті әкімшіліктерге және оқу орындарына біз сұрағанымыз, бізге мынау сұранысқа ие өте тез арада келетін мамандықтарға оқытайық. Ертең бітіргесін бірден жұмыс табылатындай. Басында сондай әрекет болды. Кейін біз байқағанымыз, енді уақыт өте, оқу орындарының басшылары көп жағдайда әйтеуір орын толтыру үшін гранттар ала берген, бере берген. Қазір байқаймыз, кейбір өңірлерде енді биыл көзге көрінетін шығар, мысалы кезінде Рудныйда колледж бітірді, Қарағандыда бітіріп жатыр. Жастарға ұсынатын жақсы жұмыс орындары аз. Соған мен сіздің сөзіңізге қосыламын. Жалпы мемлекет тарапынан да, жергілікті әкімшіліктер тарапынан да бірінші кезекте сұранысқа ие, осы заман талабына сай мамандықтарға грант берілу керек. Және жастарды солай таңдау керек. Қазір Қазақстанда біз байқап тұрмыз, 1,5 миллион адам жоғары білімді, бірақ мамандық бойынша жұмыс істемейді. Бұл үлкен проблема. Мен байқап тұрмын, бізде интернет желісімен сәл кемшіліктер болып жатыр ау деймін. Тағы да бір есеп тұрма, құрметті көрермендер. Facebook қалай болып жатыр? Дыбыстар қалай болып жатыр, көрермендер, Facebook'тағы? Егер біз естіліп тұрсақ, бізге белгі ретінде плюс таңбасын немесе жоғары қарай көрсетілген саусақ таңбасын жіберсеңіздер, чтобы біз байқауымыз үшін. Ары қарай жалғас. Студиядағы адамдарды бізге айта аласыздар ғой. Дыбыс шығып тұрса, шығып тұр деп айта беріңіздер, ұялмаңыздар. Мынау жастарға естілмей қалмасын. Ары қарай жалғастырсақ болады екен, бізге операторларымыз белгі беріп жатыр. Бағдарлама бойынша білім гранттарын ұсынылып отырған аймақтар түлектерді қаншалықты жұмыспен қамтуға күштері жетеді, қалай ойлайсыз? Енді қазіргі кезде жаңағы өңірлерде өткен жылы проблем болды. 950-дей бала бітірді, 950-дей шамасы. Соның жартысы ғана жұмыспен қамтылды. Оның өзі педагогикалық мамандық тұғын. Енді толығымен барлығы жаңағы сол мамандықты іздеді және жұмыста қалуға дайын болды деп айтамаймын. Дегенмен де ұсынған жұмыстардың мысалы жұмыс тауып береді, бірақ тұратын үйі жоқ, көтерме бір қаржылары жоқ. Осындай проблемалар болды. Мысалы бізде көңілімізден шыққан жоқ. Біз неге осы өткен жылдың ортасынан бастап министрлікке, үкіметке қайта-қайта хат жазып жатырмыз. Егер апардық па, балдарға біз дұрыс жұмыс тауып беруіміз керек. Ал екінші жағы бар, дұрыс жұмыс тауып бермедік па, онда оларға үйлеріне қайтарайық. Жаңағы мәжбүрлеп, не болса да қаласын деп айтқанымыз дұрыс емес. Біз
қатал сұрақтарға көшкеннен кейін мен сізге тағы бір мысал ретінде бір сауал жолдап өтсем. Жатақхана мәселесі бойынша университеттің техникалық базалар, материалды техникалық базаларының әлсіздігі. Жатақханада орналасқан серпіндіктерге белгілі бір соманы төлеу деген қаншалықты заңды? Жоқ, мен оған толық қарсымын. Жалпы заңда ондай жоқ. Оқу орнында грант берілді ма, оған жатақхана берілу керек. Басында оқу орындар біз бәрін жасаймыз, бізге балалар келсе болды деп осы қайта-қайта сұрады. Кейін бұл мәселе дұрыс шешімін таппады. Себебі балалар көбейген сайын, мысалы, Көкшетауда сондай проблема болды. Міне, шығыңдар жатақханадан пәтерге барып тұрыңдар, ақшаларын төлеңдер. Ол жалпы мүлдем заңсыз. Біздің балалар бізге шықты, біз бірнеше университеттерге, мысалы, Павлодардан сондай хабар келді. Бірақ біз ол балаларға айтқан жеткіздік, мысалы Павлодар бойынша кейбір Семейде осы мәселелер шешілді. Дегенмен де барлық жерде оқу орындарында жүрген біздің балалар ақпаратты толығымен бермейді. Кейбір кезде ауызша айтады, жазбаша, немесе қай оқу орын, қай факультет екенін айтуға қорқады. Сол себептен бізде жақтасуға мүмкіншілігіміз бола қоймайды енді әрине. Бірақ қазіргі кезде, мысалы, мен ойым, алдағы жылда егер оқу орнында жатақхана мүмкіншілігі болмаса, олар серпіннен балалар алмау керек. Алыстан барып, басқа облыста өзіне тұратын жер іздеп жүрген, ол әрине өте қиын. Түсінікті. Қазіргі таңда, мысалға, серпін бағдарламасы бойынша сіздер тек қана жоғарғы оқу орындарына ғана білім гранттарын ұсынып қана қоймай, серпін бағдарламасының аясын кеңейтудесіздер. Білуіміз бойынша, өткен жылы Ресей Федерациясының бір университетімен келісім шартқа отырылды. Қазіргі таңда қандай тағы да бағдарламалар іске асырылуда? Енді біз жергілікті университеттермен де байланысымыз бар. Мысалы, Алмаю университеті грант берді. Қазір бірнеше университетпен тағы сөйлесіп келісім шарт жасауға дайындалып жатырмыз. Сонымен қатар ресейлік бірнеше университеттер өздерінің гранттарын ұсынды, тегін оқып жатыр. Қазір біздің өз ойымыз, егер біздің жергілікті университеттер біздің балаларға дұрыс жағдай жасамаса, біз онда басқа шетелде Корей мемлекетімен де сөйлесіп жатырмыз. Мен енді желтоқсан айында барып қайттым. Олар да айтып отыр, бізге балалар бізде оқытуға дайынбыз деп отыр. Әрине, реті келсе өзімізде жақын жерде оқығанда дұрыс, бірақ соңғы кезде біздің оқу орындарын жасап жатқан жағдай және білім сапасы біз көңілімізден шықты деп айта алмаймыз. Өткен жылы серпінді бітірген балалардың жартысы жұмыссыз қалды. Үлкен проблема. Сол себептен біз қазір жан-жақтан басқа оқу орындарды іздеп жүргеніміз рас. Себебі серпін бағдарламасы ол негізінен біз балдарға көмектесу. Негізінен тек оқыту емес. Мектептен бастап балдарды дайындау. Біз 2 жыл болды серпіннен жаңағы жанынан білген деген жобаны іске асырып жатырмыз. 10 жасар балалардан бастап олимпиадаларды қосымша оқыту біз мектеп бітіргенше дайындайық. Бұрын қандай бір проблемамен кездестік. Балалар мектепті бітіреді, бірақ әлі қандай салаға қызығушылығы бар, қандай мамандық жақсы екен өздері біліп айта алмайды. Сол себептен біз осы ертерек дайындауды қолға алдық. Сонымен қатар, оқу орнында оқып жүріп, серпінде оқып жүрсе, іскермен деген жобаны қазір іске асырып жатырмыз. Ол жаңа бизнеске оқыту, кәсіпкерлікке оқыту. Алдағы уақытта өз ісін ашып, өзі бір жаңа бизнес бастауына қолдау жасауға, әртүрлі оқып жүріп, жұмыс істеуге, оқып жүріп, бір қосымша курстардан өтуге жағдай жасауды қазір қолға алып жатырмыз. Себебі диплом алады, бірақ кейбір жастар нарыққа шығуға дайын емес. Тек қана оқу орнында кінәлауға болмайды. Мен ойымша жастардың өзі де өз жауапкершілігін сезіну керек. Оқуды бітіргесін, ал енді маған жұмыс тауып беріңдер деп күтіп отырғанда дұрыс емес деп өзім ойлаймын.
бірақ дегенмен де мемлекет тарапынан да өзі көмек жасау керек және жастардың өзі де белсенділік көрсету керек. Міне біз жастардың жұмысқа орналасуы туралы біраз әңгіме қозғап отырмыз. Соның аясында бүгінгі шығарылымға дайындық барысында мен Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетін тамамдаған студенттермен 3 жыл көлемінде сол Шығыс Қазақстан облысында жұмыс атқару тиіс деген 3 жақты келісім шартты көрген болатын. Бұл қаншалықты заңды? Енді бұл ең көп кездесетін сұрақ. Бүгінгі эфирге де көп жастар сол үшін бір көңіл бөліп жатыр деп өзім есептеймін. Қайта маған жекеме де жазып жатыр. Бізге Серпін телефон нөмірінде шығып жатыр. Телефон нөмірімізмен айтып қояйын: 8-787-51-58. Қазір WhatsApp қосылып тұр. Сұрақтарыңызды жазып шығуыңызға болады. Бізде операторлар сұрақтарыңыз қабылдайды. Және мынау біздің арнайы электронды поштамыз бар. Енді осы сұрақ қазір көбісін мазалайтыны түсінікті. Мен нақты жауап берейін. Бүгінгі күні біз анықтаған қандай проблема бар? 14-ші жылы жоба басталған кезде, 15-ші жылы жоба жалғасқан кезде, 15-ші жылдың аяғына дейін Серпін жобасына оқуға түскендерге нақты қалғаннан кейін жұмыс тауып беру керек, немесе қалған бітіргеннен кейін міндетті түрде сол жерде 3 жыл жұмыс істеу керек деген талап болған жоқ. Заңда да болған жоқ, ондай әңгіме де болған жоқ. Ауызша енді оқуды бітірсеңдер қалғандарын дұрыс деп айтылды. Және осы 14-15 жыл мен де көп арладым облыстарды. Және сол жерде біз бұл мәселені көтеріп бірнеше рет сұрақтарға да мен жауап бердім. Себебі жастарға заң ондай болмай тұрып біз айтамаймыз. Біз жастарға айттық, Серпінге қатысатындар. Мәжбүрлеп қалдыруға заң жоқ деп. Мысалы 14-ші жылы түскендерге оқуға, 15-ші жылы түскендерге ондай мәжбүрлеп қалдыру. Екінші жағы, оларға міндетті түрде жұмыс тауып беру деген талап қаралмаған. Себебі заң ондай болған жоқ. Бірақ әрине оқу орындарының басшылары жастардың қалғанын дұрыс көреді. Себебі егер ол жерге жұмысқа қалдырмаса, келесі жылы оқу орындарда енді грант бөліну мәселесі сұрақтар туындайды. Сол себептен жастарды қалғанын дұрыс көретіні оқу орындарының рас. Бірақ міне 14-15 жылы оқуға түскендер жастарда білім туралы заңда ондай болған жоқ. 14-15 жылы оқуға түскен балалар 18 жылы және биыл 19 жылы оқуды бітіреді. 2 жыл, осы 2 жылда бірде-бір жастарға бұл заңда қарал деп біз айтамаймыз. Ондай заңда болған жоқ. 15 жылдың аяғында заңға өзгеріс енгізілді. 15 жылдың аяғында. Бұл енді, бірақ 15 жылда бәрі оқуға түсіп қойғаннан кейін қараша айында заңға өзгеріс енгізіліп, арнайы гранттар және үкімет белгілеген өңірлерде деп айтылды. Заң пайдалануда кері күші жоқ заң. Міне, егер 14 жыл оқуға түскен, 15 жыл оқуға түскен балалар егер дұрыстап қараса, бұл заңдарды мен өзім жазып алып келдім. Көптер сұрақ болғаннан кейін мен айтып жүрейін. 13 қараша 2015 жылы білім туралы заңға арнайы жаңағы өзгерістер енгізіліп, сол кезден бастап 3 жыл сол оқыған жерде жұмыста қалу керек деген талап заңға енгізілді. Бірақ біздің көмекшілерге айтатымыз, сол заң нормаларын бізге компьютерге шығаруға келіп беріңдерші. Мен қазір сол нормаларды айтып шығайын. Екінші, барлық облыстарға емес, тек үкімет арнайы қаулысымен белгіленген облыстар деп айтады. Сонда барлық
серпіндіктерге 14-15 жылы оқуға түскен серпіндіктерге бұл норма 15 жылдың аяғында қабылданған норма 14-15 жылы оқуға түскендерге қатысы жоқ. Екінші мәселе, өкімет белгілеген деп отырмыз. Сонымен қатар міне өкімет келесі жылы бұл нормалар, бұл облыстарды белгіледі. Міне бұл Шығыс Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Солтүстік Қазақстан облысы. Міне қазір серпіндіктер 9 өңірде оқып жатыр. Соның 4-еуінде ғана бұл өкімет өз қаулысымен белгіледі. Бұл Шығыс Қазақстан, мен тағы да айтайын, Павлодар, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облысы. Байқасаңыздар, барлық облыстар емес. Сонда қалған облыстар Атырау, Орал, Ақтөбе, Қарағанды, Ақмола облысы, Қостанай, бұл облыстар бұл жаңағы өкіметтің қаулысына кірген жоқ. Сол себептен биылғы бітіретін балдардың барлығына міндетті 3 жыл қалу керек деген талап қатысы жоқ. Барлығына. Ол заңда жоқ. Мен естігенім, біздің кейбір балдарға талап қойып жатыр деп осындай айтылады. Мен жаңағы сізде айтып отырсыз ғой, Шығыс Қазақстаннан бүгін қолымызға алдық. Шарт, жаңа мәңгілік ел жастарға индустрияға серпін жобасы шеңберінде шарт. Сонда бұл шарт қалай іске асыруы мүмкін? Мен айтар едім, прокуратура тексеру керек мына шарттарды. Өтіп кеткен кезеңмен бұл шартқа қол қойылмайды. Бала оқуға түскен кезде 14-15 жылы заңда ондай талап болған жоқ. Сонда бұл шарт қалай жасалады? 14 жылы, 15 жылы жазда оқуға түстің, бірақ бұл заң 15 жылдың аяғында қабылданды деп қойыла ма? Жоқ, ондай болу мүмкін емес. Кез келген заң адамға кері әсер ете алмайды және кері уақытпен талап қойылмайды. Сол себептен мен жастарға айтарым, шамалы сауатты болу керек. Сіздерге мында келісім шарт берген кезде бәрін жазып берсін өздері. Қай заңға, қай жаңағы құжатқа сүйеніп жасап жатқан. Мен мысалы өзім, егер жаңағы қазір біз ректорлардың барлығына хат жаздық, егер де мәжбүрлеп біздің балдарға қалуым керек, мынандай шартқа қол қой десе, біз өз тарапымыздан прокуратураға, өкіметке шағымдануға дайынбыз. Сонымен қатар біз осыдан 15 күн бұрын жаңа білім министріне Шамшидиноваға хат жібердік. Оқу орындарының бұндай талаптарын тоқтату керек. Екінші жағы бар, әрине мен өзім ішімнен балдар қалғанын дұрыс көремін өзім. Мысалы, енді оңтүстіктен солтүстікке оқуға барған екен. 3-4 жыл жүрді, сол жерде практикадан өтті, адамдармен араласты. Егер реті келіп, сол жерде жұмыс табылып жатса, әрине жұмыс істеу керек. Бірақ өзіне ұнаса қалу керек. Ұнамаса қайтаруымыз керек. Ұнау үшін не жасау керек? Біз енді қазір әкімдерге де хат дайындап жатырмыз. Жағдай жасаңдар. Пәтер беріңдер, адам керек болса, қосымша қаржы беріңдер. Міне қазір еңбек және әлеуметтік министрлігі арнайы жоба қабылдап, 1-2 облыста осыны биылдан бастаймыз деп жатыр. Міне біз 5 миллион теңгеге үй алып береміз, қосымша көтерме 1 миллион теңге дейін қаражат береміз, бизнес ашатын болса кредит береміз деп жаңа жағдай жасауға дайындалып жатыр. Дәл ондай болатын болса, мен серпіндіктердің қалуына жалпы өзім айтар едім, қалыңдар, дәл ондай жағдай жасап жатса. Ал бүгінгі күні кейбір жастар айтады, бізге жұмыс тауып берді, бірақ үй жоқ. Ондай болса қайдам, бірақ қалмауларыңа толық мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді келесі жылдан бастап, 20 жылдан бастап 4 облысқа оған қатысы бар. Ол жаңа мен айтқандай. Дегенмен де жұмыс орнында сапалы мамандыққа сәйкес және толық жұмыс орын болу керек. Дұрыс айлығымен, жаңағы әйтеуір бір жарты ставкаға жұмысқа қал,
мамандығына сәйкес келмейтін дегенге мен онша дұрыс қолдамаймын. Мысалы, биылғы жылы бітіретіндер 4,5 мың бала бітіреді, ар жағы колледжі бар. 4,5 мың бала бітіреді, оның ішіндегі педагогикалық мамандықтар 3-тен 1, қалған ауыл шаруашылық мамандықтар және техникалық мамандықтар. Оны қалай жұмыс тауып береді? Мысалы, мен қазір байқадым, ол мекемелердің көбісі жекенің қолында. Ал жекенің қолында болатын болса, ол жұмысқа қалай тұрғызады? Мысалы, сол себептен қазір балдарды қинап, мен кейбір балдарды жаңағы бір жерден бір өтірік құжат әкеліп бересің, анықтама әкелесің, жұмыс істедім деп, өтірік айт, мына жерде қал деп мәжбүрлеп жатыр екен. Бұл мұндай заңсыздыққа баруға болмайды. Сол себептен құрметті серпіндіктер, біз енді білмей жатыр деп ойламаңыздар, біз айналысып жатырмыз. 18-ші сәуір күні Нұр Отан партиясында осы біздің ұсынысымызбен бұл мәселе қаралады. Біз арнайы депутаттарға қазір хат дайындап отырмыз. Бірнеше бағыттан тұратын, ол ең бірінші дұрыс өңірлерді дұрыс анықтау. Қай өңірлерге шынымен кадрлар керек. Екінші мәселе оқу орындарды дұрыс анықтау, мамандықтарды дұрыс анықтау, әлеуметтік жағдайын реттеу, серпінмен барып оқығандарға қосымша көтерме немесе үй бойынша көмектесу, жаңағы жұмысқа тұруға мүмкіншілік беру, бизнеспен айналысуға көмектесу. Осы талаптарда біз қазір қойып жатырмыз. Мен ойымша Нұр Отан партиясының атынан қазір арнайы депутаттық сауалдар жолданады. Біз бір хатты прокуратураға жібереміз қазір, бас прокуратураға бұндайды мәжбүрлеу тоқтату керек деп. Бірақ қосымша үкіметке енді қалам деген балаларға жағдай жасайық. Енді мен қалмаңдар, барлығын ауылға қайтыңдар деп мен айтамаймын. Енді ол басынан бастап серпін мақсаты сөзге балаларды қалу болып табылатын болса, алдағы уақытта егер жағдай жасалып жатса, қалып жұмыс істеген дұрыс. Дегенмен де, мысалы, жас қыздарымыз бар. Мысалы, кеше атамлар маған шығып жатыр. Қызымыз Айдалға ауылға жіберді. Ол жерде үй жоқ. Пәтерде бір өзі тұрып, от жағып, Айдалда тұрғанда, біз енді онша баламызды қалдырғымыз келмейді дейді. Мен толық қосыламын. Біздің де балдарымыз бар. Мен де ата-анамын. Ешқандай жағдай жасамай, алысқа бір өзін апарып тастап, кішкентай айлыққа пәтер жалдап тұру, ол оңай нәрсе емес. Мысалы, дипломмен ауылға бағдарлама сияқты деп ұсынып жатырмыз. Үй алып беріңдер. Бастапқы ақша. Жағдайын жасаңдар, көтерме ақша беріңдер. Ал мүмкін жаңағы онда қалар. Немесе тұрмысқа шығам деп жүрген жастар бар. Неге біз оны тоқтатуымыз керек? Онда тұрмысқа шығатын жерге барсын. Біз енді бұл бағдарламаға қатысты деп адам отбасынан зиян тигізбеуіміз керек қой. Дәл соларға оқуды жалғастырам деушілер болатын болса. Сонымен қатар, мысалы, мен қазір өз ойым, сен сол облыста оқыдың ба? Сол облыста қалуың керектігіне мен қарсы. Мысалы, қалған 3 облыс белгіленді ме, 4 облыспен қатар. Басқа да облысқа барып жұмысқа тұру керек. Егер бұл облыста жұмыс табылмаса қайтеді? Жұмыссыз қала ма? Сосын тағы да біз бір ойымыз, мемлекет тарапынан қалуға мәжбүрлеу болса, онда мемлекет тарапынан дұрыс жұмыс тауып беріп, жағдай жасау өз жағынан жауапкершілік болу керек. Осы бір-бірінсіз болмайды. Егер мәжбүрлеумен қатар жауапкершілік болу керек. Көбейіп жердің ба? Инстаграмда тыңдаушылар естіліп тұрма барлығы? Фейсбуктен көріп тұрған жоқпын сұрақтарды. Бар ма сұрақтар Фейсбукте? Құрметті көрермендер, тағы да еске сала кетейін. Біз жаңадан қосылған көрермендеріміз болса, біз қазір серпін бағдарламасы аясында туындап жатқан сұрақтар және олардың шешу жолдарын талқылаудамыз. Бізде қонақта серпін идеясының инициаторы, жастардың жанашыры серпін ұлттық білім және инновация палатасының төрағасы Абенов Мұрат Абдуламитұлы. Сауалдарыңыз болса, жолдап отырсаңыздар. Мен жаңа қарап өткенімдей,
сауалдар жолданыпты, соның бір-екеуін оқып кетсем. Серпіндіктер солтүстікке орналастыру үшін үй мәселесі шешуде 70-20-25 бағдарламасын пайдалану жолын қарастырса дейді. Себебі серпіндіктер отбасын құрып жатқандары да бар. Соларды солтүстікке орналастыру үшін тұрғын үй мәселесін шешу әбден қажет деп ойлаймыз. Алмасбек Апсадық сауалын жолдапты. Әлекеңе сәлем айтқым келеді. Бұндай мамандар болғаны мен өте қуаныштымын. Енді Қостанай облысы әсіресе Әлекеңнің оқу орны бізге өте көп қолдау жасады. Бұл кісі өзі куратор болды. Серпіндіктер өте жақсы көреді. Әлеке, өзіңізді сұрағыңызға рахмет. Біз басқа бір деңгейін қарап жатырмыз. Қазір еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі арнайы жоба жасап, қазір солтүстік Қазақстан облысынан бастайды 5 миллион теңгеге үй салып беру немесе үй сатып алып беру және тегін беруді қаралып жатыр. Ол анау ипотекамен үй алғанша анау жоба дұрыс. Ал ипотекамен алсаң, ондай болатын болса, онда қаланың ортасында болу керек. Мысалы, ту ауылдан оны ипотекадан қымбатқа алған, мен онша көңілім толмайды. Сосын балдар ол жерге барып байлап қоямыз. Мен ойымша қалаға пәтер беріңіздер, онда қалада тұрсын, жұмыс істесін, жұмыс орын тапсын. Бірақ барлық облыстардан күтеміз осындай. Ол әкімдер елбасына есебін айтқанда қатырып атырмыз, серпіндіктерге жұмыс қалдырып атырмыз, жағдайын жасадық деп әдемі әңгіме айтады, бірақ өкінішке орай ол орындалып жатыр деп мен айтамаймын. Тағы да бір сауалды оқи өтсем, Жақыпбек Гүлзинат. Сәлеметсіз бе, мен Павлодар қаласындағы Пет университетінде оқимын, 2020 жылғы түлекпін. Егер тұрмыс құрған жағдайда қалай болады? Және серпін бағдарламасының дипломы оңтүстік өңірлерге жарамайды деген рас па? Себебі оңтүстік өңірден жұмыс тапқан жағдайда сол жаққа жұмыспен ауысқым келеді. Нақты жауап берсеңіз. Алдын ала рахмет. Тұрмысқа шыққан балдарға рұқсат жалпы. Енді мен жаңа айтып кеттім ғой, өткен жылғы, биылғы жыл бітіретіндерді барлығы қайта беруге болады. Оны қалдыруға ешқандай талап жоқ, заң бойынша. Егер сіздерге ондай келісім шарт беріп, мәжбүрлеп жатса, заңды түрде қағаздарын қарап шығыңыздар. Егер бұл заңға өзгеріс 15 жылдың қараша айында қабылданған болса, тамыз айында оқуға түскендерге оның ешқандай әсері жоқ. Бірден тағы да айтып кеткім келеді. Ал егер 20 жылдан бастап бітіретіндер болса, оған Павлодар кіреді. Бірақ дегенмен де жаңағыдай тұрмыс құру мәселесі болатын болса, денсаулығына қатысты бір мәселелер болса, әрине оған ешкім мәжбүрлеп қалдыруға құқығы жоқ. Бірақ оның өзінің бір талаптары бар, оны арнайы құжаттар жинау керек, сол арқылы шешіледі. Әрі қарай сауалдарымызды жалғастырсақ, тікелей эфирде сауалдарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Бізбен бірге эфирде Әбенов Мұрат Абдуламитұлы екен. Тағы да ескерте өткім келеді. Өскен Сахан деген кісі. Сәлеметсіз бе, мен Семей қаласы Шәкәрім университетінің 4-ші курс студентімін. Бізге серпіндіктерге 2015 жылы түскендерге отработка жасайсыңдар. Министрліктен ешқандай хабар келген жоқ дейді. Ешқандай хабар келмесе, неге отработка жасайсыңдар деп айтады. Солай бол керек қой. Заңда жазылмаған талапты азаматқа қойға болмайды. Заңда қаралмаған жауапкершілікті азаматтың алдына қойға болмайды. Кез келген келісім шартта негіз болу керек. Егер университет сіздерге мәжбүрлеп келісім жасайтын болса, оны бізге айтыңыздар. Егер ректораттан, оқу орын басшылығынан, ұстаздарыңыз, кураторларыңыз айтып жатса, видеоға жазып алыңыздар, бізге жіберіңіздер. Заңсыз талап қойған басшыларға, құқық қорғау органдарда, үкімет тарапынан да ондайды қолдайды деп айтамаймын. Жалпы бүгінгі күні жастар да сауатты ғой. Енді кейбір жастар әрине қорқады, жаңағы қарсы сөйлеуге, қол қойып қояды шарттарға, қандай себептер қол қоятындарын қайдан, бірақ мен ойымша бұл жерде де болашақ өмір өздеріңіздікі ғой, сол себептен қол қойғанда бір осындай құжаттарға
қарағанда шамалы байқауларыңыз керек деп өзім есептеймін. Иә, бағана өзіңіз айтып Шәкәріммен егер сондай келісім шарттардың жобасы болса, бізге Шығыс Қазақстан облысынан жіберді, біз көрдік, мен оқып шықтым, бірде-бір заңның нормаларын келтірмеген. Бос іші. Өздерін толтырыңдар деген. Ешқандай ешкім қолы жоқ. Өте қауіпті құжат. Бұндай құжаттар заңсыз. Құжат толтырсын, бізге копиясын суретке түсіріп жіберіңіздер. Қай жерде қандай қате жіберген біз айтамыз. Біз Серпін білім және инновация ұлттық палатасы сіздерді қорғауға дайын. Оқу бітірердің алдында да бізге шығыңыздар. Құжаттарыңызды дұрыстап жинаңыздар. Артық талап қоймаса тіркеліңіздер. Бірақ мен енді тағы да айтамын, мен қалмаңдар, барлығын қайтып кетіңдер деп мен үгіттей алмаймын. Жалпы мен сіздердің қалғандарыңызды дұрыс көремін. Серпін біз сол үшін жасадық. Бірақ егер сіздерге қатысты жұмыс тауып бере алмай жатса, әрине бұл проблема дұрыс шешілмейді. Біз тағы да алдық 47-ші заң тармағы бойынша. Бұл қандай? 47-ші бапқа өзгеріс енгізілген 13-ші қараша 15-ші жылы 398В деген құжат қабылданған заң. Сол заңға қатысты осындай талаптар қойылған. 47-ші баптың 17-ші тармақшасы. Граждане из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной под пунктом 3 пункта 8 статьи 26 настоящего закона на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специалистам, обязаны отработать в соответствии с государственной организацией образования, государственных медицинских организациях, подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, либо в государственных ветеринарных организациях, расположенных в сельской местности, не менее 3 лет после окончания организации высшего и после вузского образования. Міне, байқасаңыздар, талаптар көрсетілген. Бұл жерде мемлекеттікте деген, мемлекеттік мекемеден жұмыс тауып беру керек. Қай күні шарт шыққанын мен айтып отырмын. Одан бұрын заңға өзгерістер болған жоқ. Оны айтуларыңызға болады. Дәл солай сұраңыздар. Бұл біз 15-ші жылы оқуға түстік. Заң 15-ші жылдың аяғында қабылданды. Бізге бұл заң күші жүре ме, жүрмей ме деп айтсаңыздар, енді өзінің қызметтік бабын ойлаған басшы ойланып жауап береді. Жоқ, заңды бұзсақ та сіздерді қалдырамыз деген оған бармайды шығар деп өзім ойлаймын. Инстаграмда көрермендер көбірек болып тұр, келесіде тек Инстаграмға береміз ау деймін. Фейсбукте 19-ақ көрермен, Инстаграм 81 болып тұр. Серпіліктер бүгін маған жазып жеді. Инстаграмға шығыңызшы, бізге Инстаграмға көбірек көңіл бөлеміз. Бірақ болашақ Фейсбукке көбірек шығыңыздар. Фейсбук бізге өзімізге ыңғайлы. Енді Фейсбук бұлай көрсетеді, Инстаграм бұлай шығады, бізге шамалы ыңғайсыздау. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирдеміз және тағы да бір көрерменімізден жолданған сауал бар екен. Ибатхан Нұргүл деген оқуын тамамдап жатқан студент және оқу бітіргеннен кейін магистратураны оңтүстікте оқуға болады ма? Отработка орындамай кетіп қалса, қандай қаражат төлеуім керек деген сауал жолдапты. Енді бұл жерге басқа да бір кісі біз денсаулығымызға қатысты оңтүстікке ауысуға бола ма депті. Грант қалады сол жақта. Себебі оқу орнынға белгілеп қойған грант квота арқылы. Мысалы, мен Қарағандыға, Павлодарға оқуға түсем, бірақ сол грантты кейін ауыстырып аламын дейтіндер оған сәйкес келмейді, онда ары қарай ақылы оқуға мәжбүр боласыз. Ондай талап орындалмайды. Екінші, медицина университетін айттым, мен білетін медицина егер Қарағандыда болса, Қарағанды университетінде де болды біздің гранттар, онда Қарағанды жаңа оқуға
бітірген оқуды бітірген жерде қалу керек деген өңірлерге сәйкес келмейді, оған жатпайды. Енді заңдарды дұрыс қарауды мен ұсынамын. Біз енді алдағы уақытта Фейсбукке бұл хатымыз шығарамыз. Енді Инстаграмға шамалы ыңғайсыз, Фейсбукке шығарамыз. Фейсбукте Мұрат Әбенов деп іздеп маған жазылыңыздар. Осы бір-екі күнде бүкіл құжаттарды, заңдарды, суреттерін бәрін шығарамыз, соны алып пайдалануыңызға болады. Және оқу орындарының басшыларына жіберген хатымның мәтінін, копиясын мен Фейсбукке шығарып қоямын, содан өздеріңізге жүктеп алып оқу орынға басшыларына көрсетулеріңізге болады. Міне осындай хат барған екен. Біз қазір дәл сондай хатты үкіметке жібереміз, парламентке, бас прокуратураға да жібереміз. Себебі біздің ең басты ойымыз жастардың құқықтары бұзылмау керек. Құрметті көрермендер, біз сіздермен әрқашанда байланыста екенімізді ескерте өтеміз. Жоғарыда көрсетілген нөмірлер арқылы фонд серпін @gmail.com электронды почтасы арқылы барлық көкейлеріңізде жүрген сауалдар мен тілектеріңіз болса бізге жолдасаңыздар болады. Бізбен бірге қонақта тағы да ескерте өтейін. Серпін жобасының инициаторы Мұрат Әбенов мырза. Енді мен де алғысымды айтқым келеді. Бүгін әсіресе Инстаграмдағы көрермендер көп болды. Біз жалғастырамыз. Жалпы серпін бойынша тек қана оқып жүргендерге емес, оқуды бітіргендер бар, жұмыссыз жүргендер. Қазір оларға бір қосымша тренингтер өткіземіз онлайн арқылы. Мен қазір Астанада жаңа офис аштық. Осы офистер арқылы тікелей эфирмен сіздерге әртүрлі тренингтерге қатысу мүмкіншілігін береміз. Біз іскермен деген алаң бар, серпін іскермендер деген алаң бар. Солар арқылы тіркелген жастарға біз сол жұмысқа тұруына көмектесу, әртүрлі тренингтен өту, қосымша сертификаттар алуға қолдау көрсетеміз. Сонымен қатар бір әлеуметтік жағынан проблемалар, арыз шағымдарыңыз болса, біз әрқайсысымен айналысуға дайынбыз. Сіздерге барлықтарыңызға шын алғысымды айтқым келеді. Серпін бағдарламасына қатысқан жастарға мен сәттілік тілеймін. Маған бағана бір сұрағыңыз болды. Серпін айырмашылығы. Мен өзім ойым, серпін бағдарламасы жалпы түскен балалар өте белсенді табиғатынан. 17-18 жасында бір Қызылорда ар жағындағы, оңтүстік Қазақстан облысы ар жағын кішкентай ауылдан 3000 шақырымға басқа облысқа барып, айдалаға, өзі өмір көрмеген жерге бір өзі барып оқыған жастар, мен ойымша бір жағынан батыл, екінші жағынан өзіне біліміне сенеді, үшіншісі өзгерістерге дайын азаматтар. Ондай азаматтар ешқашан жаман болмайды. Қай кезде болса да серпіндіктер үлкен жетістікке жетеді деп мен сенімім мол. Біз сіздердің айтылған мәселе, жұмыста қалдыру мәселесі мен білемін өте өзекті. Бүгін енді біз жалпылама айтсақ та, біздің студенттерге биыл бітіретіндерге қандай жұмыс тауып беріледі, қандай жаңағы оқуға түсуге, оқуды бітіргеннен кейін оларға қандай талап қойылу керек екенін біз барлығын жауап берді деп ойлаймын, қосымша жауап беруге дайынбыз. Енді реті келсе келесі аптада тағы эфирге шығамыз, сіздерге айтамыз. Біздің серпін инфо бағдарламамыз бар, парақшамыз бар. Мұрат Әбен деп іздесеңіздер, ол Инстаграмда, Фейсбукта Мұрат Әбен, Күн КЗ және іскермен деген парақшаларымыз бар. Соған жазылыңыздар, сол арқылы біз ақпараттарды беріп тұрамыз. Істеріңізге сәттілік, сіздермен байланысты болған серпін ұлттық білім және инновация қоры және біздің командамыз барлық бүгін тікелей эфирге шығуға көмектескен. Былай қарап көрсетіп жүрші, сіздер ойлап қалуларыңыз мүмкін, барлығы қалай қарап тұр деп. Барлық жастарға бізге эфирға жасауға көмектескен барлықтарына мен алғысымды айтамын. Көп рахмет. Сау, саламат болайық. Эфирде кездескенше.